Рұқсат берсеңіздер, бір ютубта жариялаймыз. Видеоны көрсетпеймін десеңіздер, жарайды, сіздің видеоңызды көрсетпейміз, бірақ даусыңызды алып қала береміз. Сондықтан сіз болып, біз болып, біздің қазақ елінде болмаған балалық шақ деп жылайтын адамдардың саны күрт азаю керек. Осы біздің психоанализ қоғамы, психоанализ қозғалысы, психоанализ институты, психоанализ курсы бәрлігін сол үшін қадам жасап жатыр. Біз жыл сайын жүздеген адамдарды оқытып шығып жатырмыз. Ол 100 мама, ол 100 папа. Сондықтан олар өзінің балалық шағы болмаған болса да, бірақ қазір өзінің туған балдарына, немерелеріне сол болған балалық шақ, бақытты болған балалық шақ деп бәріміз бір кісідей ат шабысып, осы тірлікті, мәдениетті көтеріп жатырмыз. Сондықтан бүгінгі ойларды ата-аналар мен әжелердің, аталардың, аналардың мәдениетін, ата-аналық мәдениетті көтеруге бағыштайын деп мен сіздерге ұсыныс беріп жатырмын. Не дегенде әрбір кішкентай біздің құлыншағымыз, бөпетайымыз, ол бәрібір бөпетай, ол бәрібір құлыншақ, ол әлі ересек емес. Сондықтан ересектер оны осы дүниеге әкелді ма, онда ересектердің иығында жауапкершілік. Әрбір балақай, менің балалық шағым мынандай болды, менің балалық шағым бақытты болды деп кеудесін қағып тұрып, әке шешесін мақтап тұрып айту керек. Бірақ өкінішке орай бүгін солай айта алмаймыз. Көп адам әлі ондай жағдайға жеткен жоқ. Бірақ психоанализдің көмегімен, психоанализдің терапиясына келеді, институтына келеді, көп нәрсені қайтадан қопарып, бақытқа өзін жеткізе алады. Сондықтан мен қазір сіздерге ешқайсыңызға микрофонды өшірген жоқпын. Мен осы киноны көрдім, мынандай мен өзімнің сезімдерімді айтпасам болмайды дегендеріңіз қол көтеріңіздер. Мен біраз адамға, бірқатар адамға сөз берейін. Осы қол көтердіңіз бе, бірінші, екінші деп аттарыңызды аттап, айфон болса айфон деп. Тамара ханым, бастай беріңіз. Орысша, қазақша қай тіл оңай болса бастай беріңіз. Дегенде бұл тілдің сабағы емес. Қазақтардың да жаны ауырады, қазақтар да жылайды. Сондықтан қай тіл сізге жаныңызға жақын болса, сол тілде сөйлей беріңіз. На любом языке, even in English. Ағылшынша сөйлесеңіз, онда мен аударып берейін. Бастаңыз. Қайырлы кеш, құрметті Анна ханым, қатысушылар. Киноны көрді, мен алдында спектакльді көргем. Өте енді ауыр, Ақкөштің тағдыры өте ауыр. Менің сезімім аяныш, сол қайғы, баланың өмірін қарап отырмын да, көп отбасында ондай жағдайлар болды ғой енді. Ол жерде біреуді бүйтіп қатты сөгуге де болмайтын шығар, өйткені мамасының да жағдайы қиын. Ана үйіндегі ауру балаға көмектесу үшін ана ер адамға барып соған бас қосты, сол кішкене материальный көмек болу үшін. Енді мен сезімім аяныш, жаңағы мамасының бір жерде бір қателігі, өзі тұрмысқа жатқан кезде ана балаларға, екі ұлына, ересек қызы түсінген шығар, бірақ ана екі ұлы аң-таң болып қалды, түсінбей қалды, бұл не болып кеткенін түсінбей қалды да. Мамасы бірге ылғи да өмір сүруші еді, бір уақытта мамасын басқа бөтен адамдар келіп алып кетті. Сол жерде міне өзімізде сөйтеміз ғой, балаларымызға бірдеңе түсіндірмей жатып, басқа бір нәрсеге бұрып кетеміз. Сонда өзімді көргендей болдым да, бір жерінен балаға түсіндіру керек. Не болады, не үшін бұл болып жатыр деген сияқты, сол баламен сөйлесу керек екен да. Сол моменттер мені қатты сол неме тиді. Ана мамасын бөтен ер адам алып кетіп бара жатқан кезде, ана екі ұл ауыздары ашылды да қалды, біз қайда қалдық деген сияқты да. Особенно есі бар Ақкош қой сол жердегі геройлардың ішінде. Сол жері маған қатты тиді, қатты мен соған уайымдадым, қайғырдым сол жерде. Өзімді көрдім кейбір жерінде, жаңағы баламды түсінбей жатып ұрсып жіберетінімді. Сондай бір сабақ, сабақ. Психоаналитик емес, жазушы Ақберен, психоаналитик емес, бірақ режиссер, олар сіздерге жақсылап психоанализден сабақ берді. Окей. Рахмет сізге. Сәлеметсіздер. Кеш жары. Бұл киноны мен де көрдім. Өте аянышты кино, жаңағы айтып өткендей.
менің түсуім бойынша, негізі естуім де бойынша, айту бойынша, Ақберен Елгезек авторы бұл өзінің балалық кезеңі, өзінің өмірін айтады дейді осы кинода. Шындық па білмеймін, бірақ негізі. Бұл киноның Біз, негізгі біз бүгін былай келісейік. Біз Аха, фильмді талдап жатырмыз. Ақберен жақсы, жақсы. сау жүрген адам, біз ол туралы ештеме білмейміз. Ал бірақ мына Аха, кинодағы Акош, ол бүгін біздің мгм. кейіпкер деп айтайық. Біз сол Акош Иә, туралы. иә. Акуш, иә. Негізгі идея бұл жерде мейірімділіктің жетіспеуі, мейірімділікті бере алмауы, сосын жаңа қоғамда жаман қылықты адамдарды көруге болады осы кинода. Сосын осындай жаңағы таза шығармашылық жұмыс деп айтуға болады бұл киноны, менің ойымша. Және мұнда айтылған жаңағы нені, айтылған ойды, мына кинодағы ойды халыққа мысалы жеткізу, өмірдегі болып жатқан кинодағы болып жатқан нені, хикаяны халыққа жеткізу деген сияқты болып есептеп тұрмын мен негізі. Сол жерде, сосын тағы айтайын дегенім, жаңағы балалық шақтағы нелер, жарақаттарды біз терең ескере бермейміз, иә. Сол жерде балалық шақта Акоштың жаңағы жарақаттарын көбінесе өзіміз ескере бермейміз. Жаңағы бұл фильмді көргенде әрбір жалғыз маған емес, әрбір жанға ой салады екен. Жаңағы Акоштың ананың мейіріміне шөлдеген бала деп есептедім. Жаңағы бірақ шарасыз ананың бейнесін де көрдім бұл жерде. Өгей әке, отбасындағы зорлық зомбылық, жаңағы неге немқұрайлылық өте адамның жанына батады екен. Бұл киноны жаңағы кинотерапия деп алуға болады деп ойлаймын өзім негізі. Кинотерапия алатынына жаңағы болады. Өте сондай жүрегім ауырып көрді, жылап та шықтық сол киноны. Бұл кинодан көп сабақ алуға болады. Окей, рахмет. Жанерке, пожалуйста. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мына киноны көріп отырып, мына үлкен адамдар бар ғой, негізі өмірдегі проблема болған кезде ол жаңағы балаларының бар екенін ұмытып кетіп жатады да. Балалар мына жақта түсінбей жатады, не болып жатыр деп. Ол мақұл, енді анасы баласын ойлап, соның еміне қаражат қажет болып, солай тұрмысқа шықты да. Бірақ жаңағыдай ол мамасы бір постоянно көңіл күйі жоқ, сондай оны айтып түсіндірмейді. Мына жақта бала не ойлап жатыр, ешқандай мен осыларға керек, мынау махаббатым керек ау деген жоқ. Бір анасы мертвая мама, негізі өмірде сондай аналар көп, мертвая мама. Яғни анасынан мейірім ала алмайтын, вниманиясын ала алмайтын балалар да бар көп. Соны осы кинода жақсылап берген. Жаңағы мамасы алып кететін болып, әжесі ауырып қалғаннан кейін шамалы баласын өзінің қолына алатын болды ғой. Сол кезде мамасымен бірге жаңа үйге барады, одан кейін мектепте мамасы сол сабақ береді. Жаңағы менің мамам ғой деген сияқты баласы қайта-қайта мамасына қарап отырса, внимание күтіп, ал ол даже баласының бар екенін де сезбейді да сонда өмірде. Яғни оның бір бөлігі бір бұрынғы қайтыс болған жолдасымен өліп кеткен ба, әлде жолдасы қайтыс болғаннан кейін балаларымды қайтып жетілдірем деген ойға әбден беріліп кеткен. Солай екінші баласынан айырылды, бірінен кейін бірі жаңағыдай жоқтап өмірдегі жақын адамдарын айырылып жатыр да. Бірақ мынау кинодағы Акоштың ең мықтылығы маған ұнаған кезі жаңағы кішкентай кезінде жаңағыдай ужас неше түрлі бейнелер келетін болған ғой көз алдына. Сонда оның психикасы оны бір кішкентай кезінен бастап сондай өмір сүруге деген желаниясы дейді ғой, соны сақтап қалу үшін шамалы көз алдына сондай ужастиктер елестеген. Яғни психикасы оны өмір сүруге деген сақтап қалған. Қаншама сондай әкесін жоғалтады, одан кейін ағасын жоғалтады. Анасы тұрмысқа шығып кетеді ғой, анасы одан кейін ағасын жоғалтады, әжесін жоғалтады, ең жақын адамдарын жоғалтып, ал мамасы өмірде бар болса да, ол мертвая мама болғаннан кейін өмірде бір арқа сүйейтін ешкімі жоқ та, бір жылулық алатын ешкімі жоқ. Солай бола тұра соншама қиындықтарды еңсеріп кетті.
сол кинодағы Акоштың сол мықтылығы мені тәнті қылды кәдімгідей. Окей. Рахмет. Гуля, пожалуйста. Микрофон қосу керек. Саламатсыздар ма? Мен фильмді қарап шықтым, енді өзіме этот 5 пункт істеп алыппын, жаңа кинодан көргенімнен. Адамдар сезімдерін білдіре алмайды екен. Мысалға, мамасы баласын жақсы көретін, жаңа айтып кетті ғой, қайталанбас деп жатырмын, жаңа мертвая мама дегендей. Соны байқадым да, неге еркелетпейді Акошта деген кино басталғаннан біткенше бірақ құшақтағым келді, еркелеткім келді, сондай сезім болды да менде. Қайта-қайта барып құшақтап алып еркелете бергім келді. Неге мамасы еркелетпейді, неге мамасы сондай суық деп менде сондай сезім болды да. Сезімдерін білдіре алмайтын. Сосын екінші пункт, бала әкеге қарап өседі екен, соны байқадым да. Әкесі не айтты, соны бала қайталап жатыр. Әкесі не істейді, бала соны қайталап жатыр. Сол неге келдім да, оказывается, біздер өзімізді тәрбиелеуіміз керек екен. Бала әкеге қарап өсіп жатыр, соны байқадым. Так, үшінші байқағаным тума-туыстардың арасындағы бауырмашылықтарын білдіре алмайды, сол сезімді байқадым. Эгосы бар ма, или мойындағысы келмей ма, бастарын кішіреткісі келмей ма, соны байқадым мен. Так, төртінші пункт, бөжай деп айтып қорқытамыз ғой. Бізді өзімізді сөйтіп қорқытты ғой, бөжай келатыр деп. Соны айтпау керек екенін түсіндім. Мен де соны қайталаптым, өзім солай өскесін, мен де балдарыма бөжай деп қорқытыппын. Соны байқаппын. Так, бесінші пункт жазып алыппын. Сол өзім неткен сезімдерім байқаған осы Рахмет бөліскеніңіз үшін. фильмнен. Жанат, пожалуйста. Анна ханым, кешірім сұраймын. Осы жерде жәнегі Ақоштың балық шағын ойнаған актер шәкәрім келіп отыр ғой. Ол бала ерте сабаққа барады екен, және ерте ұйықтайды екен. Рұқсат болса, қазір мен сөйлесем дейді. Сұрақтарым. Онда Жанат ханымнан кейін қазір. Жақсы. Қолын көтере берсін, дайындала берсін. Жанат, пожалуйста. Хайрлы Кеш, у меня, знаете, такая мысль была, что это дети того поколения, вот Ахош, да, это ребенок того же времени, нашего советского времени, да, что они очень адаптированы были. То есть у них психика была очень все равно сильнее, чем сейчас дети растут. У меня сразу такой вот киноны қарап, мен ойлаймын, ол уақыттағы балалар жалаң аяқ жүгірген, далада ойнаған, онда телефоны жоқ, они физически развитые, сондай бір коммуникабельный балдар, да, далада ойнайды, шөпте секіреді. Мен ойлаймын, если бы вот қазіргі балалар осындай ситуацияға түскенде, оларға меніңше өте ауыр болатын сияқты қазіргі. Ну, сейчас им так тяжело. Я сразу такой свой анализ такой провела, что біздің қазіргі заман балдары сол ситуацияға түскенде, қазір түскенде, это для них это, не знаю, ну вот почему это к суициду ведет. Такие, как Ахош, тогда они выросли, на природе выросли. Красота, природа, земля, не знаю, все что угодно, там, корчеды, там, еще что-то. И они сильнее были, они духом сильнее были. Сейчас вот в этом плане, я как бабушка, да, как мама, я подумала, боже, наши дети же не такие же. Они по песку же, по камням босиком не ходят, они на речку не убегают, мы же ничего не разрешаем сейчас. Мы же сами вот на речку убегали, даже родители не знали, мы могли там утонуть, но мы же бегали на речку, играли с чем попало. Я говорю, мы вот эти какие-то, не знаю, с чем только, с химикатами даже вот эти какие-то аккумуляторы разбирали в детстве. Свинец выплавляли, чтобы в лянгу играть. Это дети вот так выросли в то время. А Хош, видите, у него и символическое мышление у него хорошее, потому что вот этот вот живой образ человека переделать в символику, и как-то с ним, как в сказке бороться, то есть в голове он проборолся с ним, и он в жизни ему уже сильно, он по-другому это воспринимает. Ну, то есть осындай ситуациялар, бұл киноны, мне кажется, кімдермен прям целыми школами надо смотреть, кинотренинги проводить, потому что это өзіме өте мықты него әсер етті, и еще то, что ДЦП ребенок. Просто я знаю, что у меня қолымда, өзімде был күйеуімнің інісі, родной братишка, ДЦПшный. И я знаю, что такое ходить по поликлиникам, когда нету памперсов, когда ничего нету, медицины нету, инвалидных кресел нету. И я вот в этот момент на кино қарағанда я подумала, что насколько менің атам мен енем были сильные, что они ребенка не сдали, своей смертью он умер в 17 лет. Вот это вот маған даже спектакль қарағанда и фильмді оқығанда, прям вот у нас совпадения такие были, что он жил даже в районе, в книге «Аэропорт» жақта.
үйі болды. Вот мы тоже жили в районе аэропорта. И вот у нас тоже ДЦПшный ребенок был. Я даже когда спектакль смотрела, я говорю, ну так это мне так близко. Ну, то есть вот эти ощущения я через себя пронесла, но я была рада, что у нас по-другому как-то все это завершилось. Ну, и я вот все-таки думаю, что то поколение, которое в то время выросло, оно сильнее. Оно ведь и морально сильнее, и духом сильнее. Поэтому вот сейчас обращать надо внимание, вот мне кажется, и мамам, и бабушкам, у нас же дети тепличные очень. Вот это прям очень серьезный вопрос для меня. Окей, Я вот ну, над этим еще раз я ловлю задумаюсь. вас на слове, что еще надо об этом говорить. Вы можете в Астане провести уже живой салон психоанализа и вживую обсудить этот фильм, тем более главный герой в вашем городе, как я понимаю. Спасибо вам. Ага. Шәкәрім мырза, сөз сізге. Қай тіл оңай болса сөйлей беріңіз. Жақсы. Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы кеш. Жас аналар, Анна ханым осындай керемет кеш ұйымдастырып отырған, Зарина ханым мен осы жаққа шақырған. Мен сіздердің бүкілдеріңіздің уақыт бөліп болмаған балалық шақ фильміне барып жатқандарыңыз үшін разымын, қуанамын. Осыны түсініп, көріп, жылап алып, мағынасын түсінгендеріңіз үшін мың алғысымды білдіремін. Кино бұл ерекше кино деп өзім де айта аламын. Бағасын халық берсе де халық береді, бірақ өзім 8 рет көрсем де 8-інде де жыладым. Көз жассыз болмады ол. Болды. Сіздерге Мен сізге біраз сұрақ қояйын. жақсы. Айтыңызшы, қалай келдіңіз сіз бұл рөлді ойнауға? Кім көмектесті шешімді қабылдауға? Кім шақырды сізді? Қалай келістіңіз? Ең бастамасынан бастасақ. Бұл рөлге кастинг менде аяқ астынан келген болатын. Сол рөлге аяқ астынан келіп, заправкаға отырып, сарыбала іздеп, заправкаға отырып, текст қайталап, читка жасап, сойға барып, істеген түрім болатын. Ол кезде Ақберен ағаның балалық шағын сомдау бұйырады деп ойымда болған жоқ. Сол. Ал айтыңызшы, қай жерде сіз және Акош ұқсайсыздар? Ал қай жерде Акошқа сіздің мінезіңіз ұқсамайды? Екеуіңіздің ұқсастығыңыз, екеуіңіздің айырмашылығыңыз. Менің Акошпен ұқсастығым, мен Акош сияқты сезімталмын, сезімтал боламын. Және де өзім сол сияқты елестете беремін бұл жайларды. Ал екіншіден, ұқсамайтынымыз, біздің тағдырымыз ұқсамайды. Акош мүлдем басқа бола, мен мүлдем басқа боламын. Тағдырымыз да басқа. Акоштың тағдырын көрсем, өзім сонымен бөлек екенін білем. Ал айтыңызшы, қай сахна сізге өте қиын берілді? Қай жерде, мысалы, қиналдыңыз, айта алмадыңыз, қысылып қалдыңыз, ұнамай қалды? Сахнаның қиын жерлері. Сахнаның ұнамай қалғаны жоқ болды, бірақ сәлі эмоционалдық және физикалық тұрғыдан өте қатты қиналған күндерім болды. Ол анау мама деп айқайлайтын сахнаны түсірген кезде Берік Айтжанов, Берік ағамен Тағаймен отта төбелестік қой. Сол кезде біз таңертең 7-де алып кетіп, кешкі таңғы 6-да алып келген болатын. Өте қатты қиналған болатын сол кезде. Және де тағы да басқа. Қай жерде өзіңізге 5 қойдыңыз? Мына сахнада өзіме 5 қойдым деп. Қай жерде ризасыз өзіңізге? Өзіме толықтай риза болған сахна болған жоқ менде. Бүкіл сахнада сәл өзіме жетіспейтін жерлер өте көп. Бірақ бағасын халық берсін, халық берді. Жақсы деп жатыр, ұнамаса да айтыңыздар, ұнамады деп, маған жөндеу керек еді деп. Енді солай. Менің сұрағым білмедім, мен кинода сізді қап-қара бала, қап-қарашқа деп көрдім ғой. А мына жерде сап-сары отырсыз ғой. Сонда шынында қандайсыз өзі? Қара қазақсыз ба? Сары қазақсыз ба? Ортасы ғой, ақ сарымын ғой мен. Ақберен аға екеуміз. Кейде қызаратыным бар, Ақберен аға сияқты. Ұялып қалсам. Сондай.
Ақберен аға Кете саласыз. кездестіңіз ба, сөйлестіңіз ба автормен? Иә, Ақберен ағамен біз соңғы кездері өте көп кездесіп жүрміз. Түрлі қалаларға келеміз, аралаймыз. Сол аралағанда Ақош аға екеуміз көп сөйлесеміз, көп әңгімелесеміз, көп әзілдесеміз. Ал оқуыңыз не болды? Осы сен соңғы сұрақ болсын. Ол съемкада жүргенде оқуыңыз қалып кеткен жоқ па? Екі алып қойған жоқсыз ба? Жоқ. Мынандай ғой менде, съемка кезінде 5 күн съемка, бір күнге жібереді. Келем, жазам. ТЖБ бұжығын жазам да 5-ке жазам, кетем. Келем, 5-ке жазам, кетем. Сөйтіп, 1-ші тоқсан әрең 5-ке шығып алдым. Ол қиналған болды енді. Енді сіз, ТЖБ. Шәкәрім мырза, сіз асықсаңыз да екі кісіге сұрақ Жақсы. мүмкіндік, иә? Ал Бір Зарина, сұрақ қойсам. сіз бұрыннан сөйлесіп жүрсіз ғой Акошпен. Көрермендер, Акошқа, Шәкәрім мырзаға сұрақтарыңыз бар ма? Қаны қол көтеріңіздер. Қол көтермеген адамдар. Бір сұрақ қойсам бола ма ойланғанша? Жарайды, айта қойыңыз. Онда бір сұрақ қойыңыз. Аха, Шәкәрім, және сен айттың ғой, біздің ұқсас емес тұсымыз ол баланың тағдыры мен менің тағдырым екі түрлі деп. Енді көптеген актерлерден сұхбат алғанда, мысалы тыңдап отырсақ айтады, менің балалық шағым осылай өткен, қай кейіпкерді сомдасам да мен балалық шағымда оны сезінгем деген сияқты. Ал сіздің балалық шағыңыз бақытты өтті. Бірақ бақытты сәттерді қалай жүрекпен жеткіздіңіз? Кім көмектесті? Мен білуімше, сіздің енді әкеңіз де актер, дейді ғой, сізге ата-анаңыз көмектесті ма, әлде бір шеберлік сабағы болды ма? Қалай болды? Сіз өзіңіздің басыңызда сезілмеген дүниені экраннан көрсете білдіңіз ғой, ауыр қайғыны. Білмеймін, менде жөндейтін жерлер көп ол ауыр қайғыда. Одан да қатты жылауым керек еді, одан да қатты жеткізуім керек еді деген көп. Бірақ та оны жеткізгенде мен оңай ол. Мен өзімді Ақберен ағаның сияқты елестеттім. Өзімді Ақберен Елгезек сияқты сезіндім. Және мамасы мысалы кететін жер. Өзімнің мамам кетіп баратыр міне. Какой-то бір аға алып кетті, мен мамам соны елестетемін да жылай салам. Өте оңай ол. Өте оңай дегенде сәл қиындық тудырады, но елестетесің да соны. Жас өзі-ақ келеді. Сезімталдық өзі-ақ келеді сол кезде. Содан соң мен бірінші бұны миыма салуға кітапты оқып бірақ салдым. Мен басында ең бірінші рөлге өттім дегенде кітапты бір жерде оқып шықтым да, жүгіп жылап алып, аяныш сезім көп болды да, анамды құшақтап алып, анашым, анатай, менің балалық шағым болған балалық шақ екен ғой деп құшақтап алғаным да бар. Оны Окей. жасыруға қажет жоқ. Енді Бақытжан мырза, сіздің сұрағыңыз Шәкәрім мырзаға. Шәкәрім мырза, кеш жарық. Сізге енді үлкен әдемі биікте көрінетін карьера тілеймін. Тек қана қазақ еліне емес, бүкіл әлемге танымал болыңыз. Бірақ менде мынандай сұрақ. Осы енді қазір жұлдыз болып тұрсыз ғой, біздің қазақ елімізде. Айтып кетіңізші, ең күшті бір комплимент. Қандай комплимент естіңіз? Қандай комплимент сізге ұнады осы? Менде өте болман бақшақ фильмде түскен соң өте көп комплимент болды. Шәкәрім, сен ана жерің күшті ойнадың, мына жерің күшті ойнадың, мына жерде күшті ойнадың, мына жерде күшті білесің. Тек қана сол ғана емес, өте көп болды. Сол комплименттердің ішінен маған бәрі ұнады. Былай ерекше аталды деп айта алмаймын. Бүкіл өте жылы лебіздермен әр комплимент менің жүрегіме жетті. Бақытжан аға, сіздің тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, рахмет. Онда біздің көрермендер, алға қазақтар, психоанализді білетіндер, қаны ерекше бір комплимент жазыңыздар чатқа. Зарина ханым оның барлығын Шәкәрім мырзаға жібереді WhatsApp-на. Одан кейін Шәкәрім мырзаға бізге айтады, мынау конкурстан өтті, мына 3 комплимент менің жүрегіме жетті деп. Рахмет сізге, Шәкәрім мырза. Ал енді сіздің мамаңыз қасыңызда отыр ғой, сыбыр деп. Сөз алғысы келе ме екен? Мамаңыздың айтатын сөзі бар ма екен?
Жақсы. Қайырлы кеш, сіздерге көп рахмет. Сіз Шәкәрім. экранға келсеңізші. Шәкәрімге қайырлы түн дейміз. Енді ол ұйықтасын, сабағына дайындалсын. Қайырлы кеш. Менің есімім Арай, Шәкәрімнің анасы болам. Сіздерге көп рахмет. Мен жаңа Заринаға жазып жатырмын ғой. Бұл жерде көп маман адамдар отыр, сондай бір ауыр талқылау болатын сияқты. Сондықтан да балапаным аяғына шейін қатыспай ақ қойған ана ретінде жөн көріп отырмын деп. Өйткені әлі бала көңіл болған соң ауыр тиеді деп ойлап отырмын. Әйтпесе өзім жалғастырып міндетті түрде көрем, қызықты болатын енді сеніп отырмын. Анна ханымды өзім инстаграмнан үнемі бақылап отырам, бүкіл сұхбаттарыңызды көріп отырам. Біз үшін үлкен мәртебе осындай сұхбатқа қатысу. Зарина ханым, сізге көп рахмет. Сол, көп рахмет сіздерге пейілдеріңізге. Онда сіз қаласыз. Мен қазір бізде режиссер келіп отыр. Ол маман өзінің торғайды сойса да қасап сойсын деп кино талдауға режиссер керек, кинематограф туралы айтатын. Ал одан кейін менің қысқаша презентациям бар. Иә, сіз қала беріңіз. Айтсаңыз, кейін Шәкәрімге айтып бересіз, болмасам айтпай қоясыз. Иә, психоанализ тұрғысынан. Жарайды, Шәкәрім мырза, сау болыңыз онда. Тағы да бір жерде кездесіп қалармыз. Ақберен мырзаға. Мүмкін сол мырзамен бірге тағы да бір кездесетін шығармыз бізде. Көрермендерден сондай тілек болсын. Барлықтарыңызға алғыс. Кеш жарық. Жақсы, сау болыңыз. Ардақ мырза, вы здесь успели? Қайырлы кеш, осы жерде. Сәлеметсіздер ме? Бәріңізге қайырлы кеш. Кешірім сұраймын, мен кешігіп қалдым, кішкене съемкеде жүріп. Фильмді көріп шыққанбыз, барғанбыз жанұямызбен. Өте талантты режиссер түсірді бұны, Айдын Сахаман деген біздің досымыз. Ол осыдан алдын өздеріңіз білесіздер, Досмұқ Хасанды түсірген болатын, халыққа өте ұнаған фильмдердің бірі. Қазіргі таңда өте жақсы өсіп келе жатқан, алда көп үміт күттіретін, тағы да көп картиналар жасайды деген үміттегі біздің маманымыз ол кісі. Фильмді мен бұл шығарманы спектаклінде көргем, несінде киносында көру қызық болды қаншалықты. Фильм режиссерін тапты. Көбінесе автор режиссерін таппай қалатын кездер болады. Бірақ бұл жерде автор режиссерін тапты да ойлаймын. Продюсер бәрі орнында, актерлар қандай күшті, маған енді онша ұнай бермейтін актерлар бар еді, бірақ мына жерде ұнады да, мен ол актерлардың бәрін қолын алдым кейін кездескенде. Мен риза болдым, сіздің рөліңіз өте жақсы шықты. Бұның бәрі әрине режиссердің еңбегі деп ойлаймын. Себебі ол актерлар басқа да кинода ойнап жүрді ғой бұған дейін. Олай көрінбеген еді. Енді фильм туралы айтатын болсақ, фильм жақсы түсірілген. Бұл жерде енді менің киноны түсінгенім бойынша, бұның енді негізгі идеясы бұл кешірімде болып тұр. Біз кешіріммен өмір сүре аламыз ба? Кешірмесек қалай болады, кешірсек қалай болады деген сияқты. Себебі соңында финалды көрдіңіздер, бәрі кешірім сұрайды бір-бірінен. Барып әжесін, шешесін, жаңағы негізгі антагонист Берік Айтжанов ойнап жүрген. Ол барып шешесі одан кешірім сұрайды осылай. Соңында бұл фильмде, бірақ мен оны Айдынды әлі көрген жоқпын, Айдынды көрсем сұрайын деп жүрмін. Мұндай техника көп жерде пайдалана бермейді, бірақ енді неге екенін білмеймін. Мүмкін автор қатты араластырмаған. Тройной финал болып кеткен фильмде. 3 финал бар. Фильмді енді бітті ма десек қайттан, енді бітті ма десек қайттан жалғасып, әйтеуір бір жерінде бітті. Мен сол финалына ғана келген кезде кішкене неғып қалдым. Мен маман ретінде маған сол жер ғана ұнамады. Мүмкін ана жерде бітіре салу керек, бірақ режиссердің өзі біледі ол жағын. Happy end. Тройной happy end. 3 тройной happy end соңғы жағы кішкене мен енді жаңағы қатты айтсам да өкпелеуші кішкене индийский кино болып кетті ақыр деген сияқты. Мен ойлағам, кейін шешесі келеді, шешесі екеуі бір жерде табыса ма, мүмкін деген сияқты. Себебі ана бір фильм, ана бір часть естеріңізде ма? Ерлан Біләл ойнайтын ағамыздың ағасы ойнайды ғой, сөйтіп да сен біздің үйде бүгіннен бастап біздің үйде тұрасың дегенде бала шешесіне қарайды, шеше балаға қарамай қояды. Білесіздер ма? Қандай керемет мизансцена. Бұл жерде біз фильм көріп шыққанда біз өзіміз талдаған болатынбыз. Сонда негізгі біздің қазақ қоғамының проблемасы бұл жерде көбінесе осылай болып жатады. Бізде айтылмайды көп нәрсе балаларға. Балалармен ол абсурдизация етілмейді. Балалар шешесі немесе әкесі маңызды емес, не әкесі болсын, не шешесі болсын,
былай айырылысқан жағдайда, қайтыс болған жағдайда, әкесі үйленіп болмаса, шешесі күйеуге тиіп жатқан жағдайда баламен ешкім ақылдаспайды. Содан баланың фантазиясы оянады неше түрлі. Мына жерден фантазиясын Айдын өте жақсы көрсеткен. Жаңағы алады да, енді ол білмейді ғой, әкетіп жатыр, бір құбыжық әкетіп жатыр, бала көзін елестетіп отыр. Егер оған балаға түсіндірсе, мүмкін сіздер енді аналитиктер бұл жағын өте мықты білесіздер, қаншалықты баламен оны сөйлесу маңызды екенін. Сол жағы бұл жерде жақсы көрсетілген. Біздің қоғамда осы баламен қарым қатынастың жоқтығы. Әйтеуір бала өзі түсініп алады дейді да, бізде жобасын түсінеді ғой дейді да, бүйтіп қолды сілтей салатыны бар. Иә, шешемен екі ортадағы байланыстың үзілгені, ана әпкесінің былай кеткені, бір семьяның былайша айтқанда шашырап кеткені әрине бұл жерде жақсы көрсетілген. Бірақ дегенмен балаға жанұя керек, шеше керек, әке керек. Сол әке шешенің орны ойсырап тұрғаны болмаған балалық шақ деген фильмді туындатып тұр. Ал шеше тірі болып жоқ болуын да сіздер жақсы білесіздер, әкенің де тірі болып жоқ болуын сіздер өте жақсы білесіздер. Фильмде енді менің түсінгенім негізгі фильмнің Ақберен мырза солай неғып тұр ғой енді. Кешірім бұл фильмде менің ойлайтыным негізгі сверх идеясы бұл кешірімде жатыр. Кешіре білуде. Шешесін кешіреді, бәрі кешіреді, сонда ең соңында жаңағы деген сияқты. Жалпы осы айтайын деген фильмнің сол тек финалымен ғана мен келіспедім кішкене. Сол жерінде ғана енді жігіттер енді бүкіл семья бүйтіп келіп, қазақтар бүкіл жанұя келіп бүйтіп ондай бола бермейді ғой енді. Енді өтірік қой ол жерде. Бізде ондай жоқ қой енді. Бізде эмоциональностьті қатты бермейді ғой негізі. Бізде соңғы жағы индийский кино болып кетті деп жатқанымыз содан. Сол сұрақтарыңыз болса, мен бір жарым ай ма болып еді көргеніме, содан кішкене есіме түсіре алмай отырмын, кейбір айтатын ойым өте көп еді, детальдар есіме түспей жатыр. Рахмет. Режиссер мырзаға, Ардақ мырзаға бір-екі сұрақ бар ма? Одан кейін мен презентациямды қосамын. Сұрақ болса, қол көтеріңіздер. Жоқ болса, онда дайындала беріңіздер. Менің презентациям орыс тілінде. Түсінбедім мүлде десеңіз, онда мен кейін қазақшаға аударып берейін керек жерлерін. Біздің курсанттар, біздің студенттер психоанализдің жанкүйерлері Эдип кешені дегенде түсінетін шығарсыздар. Это знаменитый Эдипов комплекс. И я просто напоминаю, что фильм начинается тогда, когда мальчику примерно 7-8 лет. И по ходу мы понимаем, что папа умер 2 года назад. И тогда, значит, мальчику было примерно 5-6 лет, когда папа умер. А это как раз тот период, когда Эдип должен закончиться. Ну, что было, вы послушайте. Потом вы мне можете поставить вопросы. Или где-то не согласиться со мной, а где-то, может быть, согласиться, да? Ну, вы все об этом сказали. Травма. Главный герой, конечно, ужасную травму пережил. Но вы пока почему-то не заметили, что вообще-то ребенок очень одинок. Да, у него был брат, который его понимал, но и брат в скорости умер. Поэтому он совершенно остался и физически один остался, но важнее, что он эмоционально остался в одиночестве. И в чем сложность, в чем трагедия мальчика? Да, безотцовщина, да, без реального живого отца, это тяжело, это плохо. Но ведь важнее, что это предательство с маминой стороны. Да, поэтому вы отвечали синдром мертвой матери, очень тяжело. Когда мы говорим синдром мертвой матери, мы имеем в виду, что мать эмоционально мертвая, но она хотя бы физически рядом со своим ребенком, в одном доме, в одной семье живет. А эта мама, она вообще физически же удалилась. Если вы помните, 6 лет, даже мальчик не знал, что она уже 2 родила. Это получается, абсолютно нету никакой связи. Поэтому это очень страшно для мальчика, это очень страшно. Поэтому внутренний конфликт. Он не может не любить маму, но и в то же время он не может найти ответ, почему она его кинула, да? И почему экзистенциальная боль. То есть вообще-то мальчик на грани жизни и смерти. Без мамы и без папы он не хочет жить. Без любимого брата он не хочет жить. И любимая сестра тоже уехала. Он фактически остался без никого.
Это вы все сказали, что отсутствующая мама и мертвая мама – это очень плохо. Это, конечно, влияет на формирование личности. И вот все-таки я настаиваю на слове предательство. Для ребенка мама его продала, мама его предала. Да, он давал сасык, пасык, и отсюда у него другие чувства. Идем дальше. Ну, напоминаю, у нас, может быть, есть новенькие, жаңадан келген, Эдипов комплекс дегенді әлі естпеген адамдар болса, Эдипов комплекс – это комплекс чувств каждого ребенка по отношению к маме и к папе. Все вы были ребенком, и даже до сих пор у вас всегда есть сложные чувства по отношению к маме и к папе. И вот эти чувства называются Эдипов комплекс. Ну, а легенду про царя Эдипа вы почитаете сами. И поэтому самый важный момент – любовь к матери. Это, безусловно, есть. Да? И весь фильм вообще-то нам показывает и режиссер, и автор, что как мальчик тянется к матери, насколько он любит, насколько в ней нуждается. Затем в нормальном Эдипе соперничество с отцом. Да? Каждый мальчик хочет, чтобы мама любила его. Почему и мальчики рвутся в спальню к родителям, почему мальчик хочет с мамой спать, и папу отдаляет. И даже если казахская чистая семья, но все равно мальчик может сказать: мама, когда я вырасту, я женюсь на тебе. Да? Мен сенің күйеуің боламын. И в казахских тоже говорят, в семьях таких же. Но в конце это заканчивается. Ребенок с помощью отца, с помощью мамы понимает, что он найдет свою женщину. И поэтому любой папа ребенку говорит: здесь я король, твоя мама моя королева, ты здесь принц, ты вырастешь и найдешь свою принцессу. Для девочки тоже папа скажет: ты принцесса, да, ты принцесса, но у меня есть королева, и поэтому я буду спать с твоей мамой, а ты вырастешь, найдешь себе принца и будешь спать потом со своим принцем. И таким образом отцовский закон, отец расставляет границы, и хоть и тяжело, но нормальный ребенок в нормальной семье это принимает. А здесь же, получается, это все нарушено. И видите ли, одна беда, что отца нет в живых. Но я думаю, что вот как любой мертвый человек, он идеализируется. Реальный отец Акоша, наверное, тоже имел какие-то свои минусы. Я по фильму так и не поняла, от чего он умер. У меня есть гипотеза, что все-таки он умер от психического расстройства. А совершил он суицид или что-то другое, непонятно. Но о мертвых говорят либо хорошо, либо нет. А в голове у ребенка мертвый папа – это будет идеальный папа, самый лучший папа. Да? Все плохое прощается, тем более он маленький. И вот то, что я говорила, вот отношения с мамой. Ребенок испытывает гнев, обиду, да, на предательство мамы. И что он делает тогда? Но он же любит маму. И он не может маме высказать, и он не может показать, и мать не дает для этого возможности, что он обижен на маму, что он злится на маму. И тогда все эти негативные чувства обращаются на отчима. И еще что добавляется? Это такой механизм. Вот в нашем чате аппликанты, уже 2 человека попросили дать вебинар по теме потери. Дело в том, что любой ребенок злится на родителя, который умер раньше времени. Акош злится на отца, что раньше времени умер, что не уберег. Он должен был жить, пока Акош растет. И поэтому злость на маму, злость на папу, все идет на отчима. И почему мы там видим прям острая такая ненависть. Ну и что здесь тогда? Снова нарушенный Адараган Эдип кишені, да? Нарушенный или разрушенный Эдип. И получается, мальчик не успевает пройти через привязанность. Понимаете, когда Акош был маленький, он должен был иметь хорошие отношения с мамой. Но мама уже его родила физически, но уже его оставила, даже до Тагая, до 2-го мужа. Потому что она была все время занята больным сыном. И эта проблема есть и сейчас. Особенно эта проблема есть в семьях, где есть особенный ребенок. Ребенок с особенностями в развитии, и поэтому мама, папа все время им заняты, бабушка, дедушка все время им заняты, а тогда здоровыми детьми кто будет заниматься? И тогда у детей получается внутри зависть к больному человеку. И здоровый ребенок хочет болеть.
чтобы мама его также носила на руках. Мама же все время с ним ездила по больницам, по поликлиникам, и, получается, старший брат получал больше времени и больше внимания от мамы, чем Акош. Он уже тогда был брошенный ребенок. Если вы внимательно несколько кадров посмотрите, я не знаю, режиссер знаком с психоанализом, он специально показывал, но это вообще-то видно. И что тогда получается? Чтобы заслужить маму, Акош идентифицируется с мамой. И вместе с мамой он начинает любить и заботиться о старшем брате. Он думает, что тогда мама будет его любить больше. И очень часто в нормальной, в самой обычной семье точно так же. Мама больше любит сына, и поэтому старшая девочка усиленно начинает заботиться о младшем братике, чтобы таким образом мама ее тоже полюбила, или папа ее тоже полюбил. Вот просто даже самая обычная семья, можете сфотографировать и над этой мыслью подумать. И тогда получается, папа кинул, умер, мама кинула, оставила его без любви и без физического своего присутствия. Любимый братик его кинул, умер, сестра кинула, уехала в город. Он кому может доверять? Я думаю, это тоже вот бессознательная интуиция режиссера. Он показывает, да, вроде очень хорошая дружба, романтические отношения с девочкой. Но это же виртуально. Это как сейчас. Тиндер возьмите, люди знакомятся, или в Инстаграме где-нибудь знакомятся, все красивые фотосессии, лицо красивое, онлайн все красиво, а вживую люди не встречаются. Вот сегодня только за один день мне 2 клиентки об этом говорят, что мужчины появились по сайту знакомства, а реальной встречи еще нету. Потому что совсем другое иметь реальные отношения. Поэтому он даже когда спрашивает, когда вернулся к концу ближе, да, фильма, а она уже в Алмате. То есть опять виртуальное общение. Так и нету живых общений у него. Поэтому очень сложно. Ему будет вот Акошу в реальной жизни. И еще раз, да, травма отверженного ребенка. Вот это обидно, когда мама выбирает моего папу, моего отца, а не меня. А тут же она выбрала не только отца, она выбрала вообще чужого человека, да, и поэтому в представлении ребенка отчим становится вообще-то монстром. Там и боже, и терес-мерес, и все остальное. И вот это мальчик, думающий, как сегодня Шакарим говорил, да, главного героя-исполнитель, мен анама не үшін керегім екенін түсінбей қалдым. Да, ребенок действительно не понимает, как я тебе не нужен, ты же меня родила. Да, у любого ребенка должно быть ощущение, что он плод любви. Мама, папа сильно любили друг друга, и поэтому меня родили, и поэтому я результат любви, и поэтому они меня любят. А Акошу не повезло, у него такого нету. И вот еще раз, да, что мать исключает сына из своей жизни, даже вот не только эмоционально, но даже физически. И вот посмотрите, ревность к отцу, соперничество с отцом, конкуренция с отцом, это нормально, это закономерно, так должно быть. Но проблема Акоша в том, что вместо ревности у него ненависть, а это очень сильное чувство. Это черное чувство. И поэтому душа Акоша переполнена черной краской, переполнена ненавистью. Ненависть же у него внутри. Вот когда Арда говорил, там фильм заканчивается идеей всепрощения. Кто из вас бывал на летней школе? На летней школе, помните, я тоже делала презентации про раскаяние, да, про прощение. И поэтому есть ли реальное прощение? И Акоша реально смог ли простить? По фильму этого не видно. А если человек не смог простить, значит, он эту мину замедленного действия, он несет в себе. А это плохо. Либо он себя убьет, либо вот, ну, как смертники, да, они и себя убивают, и тех, кто рядышком убивает. И поэтому сразу уже понимаете, что психика у мальчика нарушенная. Почему нарушенная? Потому что нету естественной сепарации. Он должен был отойти от матери постепенно. А там в фильме режиссер очень хорошо показывает. Их, по-моему, даже с братом же в сарае закрыли, чтобы они не мешали. Это что такое? Не просто поговорить, а их вообще закрыли. Исчезните, типа, да? И это сумасшествие для ребенка. Он начинает там уже с ума сходить же. И я в конце скажу, почему он дверь эту пробил-то, которую не мог никто, даже взрослый, пробить. Да. Поэтому чувство пустоты и страх.
и у него нет ролевой модели, да? На кого равняться-то? Папа? Ну так ребенок думает, он меня не любит. Если бы он меня любил, он был живой, здоровый и рядом был. Значит, он не любит. Мама меня не любит, тоже кинула. А тогда кого я буду любить? Если меня никто не любит, я тоже никого не буду любить. И поэтому он не будет как отец, он не будет как мать. Тогда кем он будет-то? И тогда получается, он начинает подражать отчиму. Ведь его любимая мама выбрала же почему-то этого Тагая. Значит, Тагай достоин уважения, достоин подражания. И режиссер очень хорошо показывает. Да? Тагай ему дал пощечину, мальчик в школу пошел, дал пощечину. Тагай его пнул, мальчик пошел в школу, пнул. Тагай его там так, он пошел в школу. Вот это есть идентификация с агрессором. Он набирается. И все больше ненависти, все больше агрессии. Что дома видит, он в школе это показывает. Ну, а мама и бабушка, конечно, совсем отстранились-то от него. И поэтому, если Акош вырастет, вот этот герой фильма, у него не может быть грамотной, нормальной, счастливой семьи, потому что он боится близости, у него ни с кем не было близких отношений. Все окружающие для него это холодные люди, поэтому он тоже будет холодным. Его бросили, поэтому он всю жизнь будет бояться, что его бросят, и поэтому, может быть, он 5 раз женится и быстрее разведется, чтобы только женщина не успела его бросить. Это не обязательно там в ЗАГС пойти. Это много достаточно и гражданских браков. Да, и вот эти проблемы в любви, в браке и в родительстве. Поэтому из него такой же эмоционально холодный и жестокий отец получится, скорее всего. Да, вот страх привязанности. У него нету доверия. Нету доверия к маме, а значит, не будет доверия ко всему миру. Какие там девушки или женщины, он вообще не будет. Или зависимые отношения. Вот как он тосковал все время «мама, мама», найдет женщину, похожую на маму, голосом, повадками, припадет к ней, и даже это нехорошо, он все время будет цепляться там вплоть до смерти, наверное. Или ее задушит, или себя убьет вместе с ней. И тогда он так и не будет знать, кто он. И даже вот когда этот фильм, этот Ата ему показывает, вот Блялов, где рассказывает, что вот тот не родной, этот не родной, никто никому не родной, все, получается, друг другу чужие. И тогда кто он? Наймамба, Аргамба, Каракисекпа. Он на этом тоже заработал травму. Он не знает, кто он. Он мамин сын, он папин сын, он казаха сын или еще что-то такое. Депрессия и тревога. И вы знаете, что черная депрессия ведет к суициду. Поэтому если вот живой реальный Акош не пойдет в центр психоанализа, скорее всего, он прибегнет либо к алкоголизму, либо к наркомании, либо к казиномании. В общем, все, что ведет к смерти. И тогда, получается, это отсутствующий Эдип или разрушенный Эдип, то есть нереализованный Эдип. И вот здесь вот как раз-то получается еще один момент минус добавляется к травме. Отец умер, когда мальчику было 5-6 лет. То есть символически 5-6 лет как бы мальчик должен убить отца и стать самостоятельным мужчиной. Да, я как отец, но я не отец. А в это время папа реально умер. И тогда бессознательно внутри у мальчика, как будто это он его убил. Вот понимаете, и тогда у него будет чувство вины. А никто с ним не работает. По тем временам в школе не было психологов. Никто ему это не объясняет. И поэтому он думает, что он уже убил отца. И потом еще вот очень хороший момент. Помните, старший брат говорит, дай воды, дай воды. И последние слова Акоша говорит, и ухташи шашатом. И я думаю, что Акош, именно как думающий, сензитивный мальчик, он будет обвинять себя, что он убил брата. И тогда он, получается, двойной убийца, а очень плохо маленькому мальчику чувствовать себя двойным убийцей. И тогда он будет убивать и кого-то другого, и себя убивать. В нашем бессознательном нету, кто кого убил, есть убийство. И еще раз,
Вот все время, да, брошенный ребенок, и отсюда, конечно, мне бы хотелось еще и про разводы поговорить. Не обязательно отцу умирать. Иногда отец умирает, потому что он разводится, и все, и сын или дочка его обычно не видят. Вот самый страшный момент, что мать уже отказалась от ребенка. И в фильме вообще-то минимум 2 раза это четко показывается. Мать отказалась от сына. И как ему тогда жить? Как жить, если женщина, которая меня родила, теперь меня не хочет видеть? Не хочет иметь со мной никакого общего дела. Да? Это очень страшно. И теперь вот то, что вам не нравится, я думаю, интуитивно мать Акош почувствовала это. В принципе, все 3 главных героя – это психотики по нашему термину, по нашей диагностике. Да? Ахперен, вот эта вот идея терес, как раз-то, мне прям кажется, это вот брус и терес, да, то есть сознательная жизнь, есть бессознательная жизнь, есть верная здоровая жизнь и есть больная жизнь. И как раз вот психоз, психотические элементы, мне кажется, очень красиво вот этим словом, этим термином терес и переводится. Это, в принципе, мальчик сошел с ума. Такие тяжелые жизненные обстоятельства, он сошел с ума. И его психика защищается. Часть его психики – это психотик, это шизофрения, другими еще словами говоря. Это бред, это галлюцинации. И когда он с братом об этом говорит, есть в психоанализе термин «безумие на двоих». Это французский термин, поэтому красиво выговорить не могу. Но это безумие на двоих. То есть как бы такое групповое сумасшествие, массовое сумасшествие. Ну, когда в средние века, допустим, целую деревню там женщин убивали, такая массовая психотическая ситуация бывала. И вот это тоже, да, посмотрите. Парный бред, вот это вот безумие на двоих, вот это вот французское слово. И это, конечно, его защита. Чтобы вот мальчику все-таки повезло, вот его здоровая часть, не знаю, там, мать же учительница, все-таки у матери здоровая часть есть. У отца, он был журналистом, тоже писал, активист, наверное, тоже есть здоровая часть. И здоровые гены, и здоровая часть есть. И мальчику повезло, что вот эту здоровую часть все-таки с помощью той девочки, виртуальной подруги, он смог сублимировать. Такое красивое слово, такая защита, сублимация, да. И он превратил это в свою журналистику, там, в свою литературу. Ну, по фильму понятно, что он будет потом литератором. И если бы этой сублимации не было, он точно попал бы в Алмате на Каблукова, да, то есть очень много тяжелых сцен. Ну, а фильм, если 2-ю серию сделать, моя идея такая, что потом во 2-й серии надо бы показать, что вот эти последние 3 хэппи-энд – это был сон Акош. Он хотел так. Ну, какой ребенок не мечтает, чтобы был счастливый конец? А на самом деле, вот он писатель, вот он журналист, и что-то другое там должно бы быть. Вот вам у многих, не знаю, в Санта-Барбаре, что ли, вот так же там раз, и непонятно, что получается, а потом получается все 37 серий, это был сон там какого-то героя. Так, мать тоже психотик. Она в депрессии. Она мужа потеряла, она сына потеряла. Конечно, она обвиняет себя, конечно, у нее депрессия. Я могу дальше додумать, если бы она пришла ко мне в кабинет, может быть, у нее и детство такое сложное было. И кто знает, почему умер отец. Может быть, она обвиняет себя в этом, и с тех пор она тоже застыла. То есть у нее тоже черная депрессия. Ну, каким-то образом все-таки она суицид не совершает, но она и жить не хочет. Да? Поэтому она отказалась от сына. Не знаю, может быть, такая мазохистическая женщина, любит страдания, безвольная женщина, несмотря на то, что вроде как советские учителя все должны быть властные, такие крепкие, но она какая-то не крепкая женщина, да, она пошла, ну, не знаю, допустим, садизм 2-го мужа, ее мазохизм, и поэтому там непонятно, почему она держится-то, но она держится, и она же первые годы не рожала ему, он же говорил, «Ол сенің ұлың, а менің ұлым қайда?» А это как раз о том, что она не хотела рожать, она не хотела жить, давать новой жизни. Но каким-то образом все-таки Тагай, получается, разбудил в ней интерес к жизни. Она все-таки ему 2 детей родила. Поэтому огромная либидо у Тагая, он как-то оживил эту женщину, но она начисто закрыла дверь в свою прошлую жизнь. Да, туда, если вернуться, ей очень страшно.
Вот, и поэтому тоже шизоидная женщина. Ну и теперь наш третий герой. Мне очень понравилась игра Берика. Я считаю, он очень хорошо сыграл, прям естественно сыграл, такой страшный. Ну, конечно, в нем мы видим социопата, в нем мы видим психопата, в нем мы видим параноика. Очень много чего плохого мы в нем видим. Но что я хотела бы сказать? Что, конечно, можно догадываться, что в детстве этому мальчику тоже не повезло, что такая своя детская травма. И почему в фильме нам показывают, что они друг другу противостоят, и, в принципе, они как бы две стороны одной медали, Тагай и Акош. Да, они как бы на равных. Это вот, может быть, как раз-то Акош – это детство Тагая, и Тагай в нем видит себя, у него тоже такая ужасная судьба, потому что достаточный возраст, мы его не видим ни семьи, ни детей, да, и мать там приемная вроде оказалась, поэтому у него тоже очень, болмаган балалық шақ, у Тагая тоже. И получается, вот его внутренняя либидо чуть отличается от Акоша. Акош сублимировал, ушел в литературу, в журналистику, в писательство ушел. А Тагай вообще-то, если взять его, не только его аул, его, получается, весь район знает. Да, это достаточно активный, сегодняшним словом говоря, это бизнесмен, это предприниматель, значит, у него очень много силы. И потом, хоть люди его все обвиняли, но вообще-то он всем давал деньги, он всех поддерживал. Вы согласны? Все в этом ауле, и в другом ауле, и в этом третьем ауле, все у него брали деньги. Он всех поддерживал. А люди просто ему завидовали. Они не могли зарабатывать, как он. И поэтому всякие небылицы, всякое плохое про него говорили. То есть вот Тагай сублимировал свою внутреннюю энергию в деньги, в бизнес, в коммерцию. Я не знаю, что там именно он делал. Наверное, скотовод все-таки. Поэтому люди ему завидуют и много чего плохого про него наговорили. Но он же все равно, получается, влюбился в эту учительницу. Ему, наверное, вот как раз интеллектуальная женщина нужна была. Он же дал ей деньги. И с ней-то он очень хорошо обходился. Он ее же только в конце-то, когда она вроде заявила, что уйдет-то. Ну, и я еще думаю, что, может быть, был славный секс, почему женщина оттуда не уходила. И поэтому вот вам еще раз 3 главных героя – это 3 психотика. Но проблема в том, что эти психотические элементы, они есть в каждом из нас. У каждого из нас внутри есть атомы, да, и условно это атом, который либо превратится в атомную электростанцию мирную, и людям тепло рядом с нами, либо в атомную бомбу, и людям будет плохо. И условно Акош, он превращает свою либидо, свою внутреннюю энергию в добро для людей, пишет книги, выпускает фильмы. А Тагай, получается, другой вариант. И все это страшно, очень плохо заканчивается. Но в любом случае, каждый из героев, он, конечно, пытается остаться в живых. Все равно влечение к жизни глубже, смелее, сильнее. И поэтому, я думаю, режиссер сдался, чтобы показать влечение к жизни. Он показал такой тройной хэппи-энд. А если взять других героев, конечно, о каждом можно много говорить, но у нас время уже назначенное прошло, поэтому все-таки, может быть, еще 2-3 человека хотят что-то сказать, я еще время продлю. Но для того, чтобы такой трагедии не было, как я в самом начале говорила, әрбір баланың балалық шағы бақытты болу керек. Болмаған балалық шақ дегеннен қашайық, ұзақтайық, алыстайық. Поэтому, пожалуйста, в каждом городе есть мои ученики и ученицы. Подходите к ним, проходите личный анализ, проходите групповой анализ, покупайте книгу. О, я сейчас вам книжку показываю, сейчас. Вот, если возьмете эту книжку, осы кітапта бұл оқулық енді психоанализ негіздері қазақ тілінде сол психотик, невротик, галлюцинация, шизоидный, шизофренический, анау мынау осының барлығын қазақ тілінде өздеріңіз жақсылап оқып аласыздар. Мүмкін осы кітапты тағы бір оқысаңыз, келесіде осы кітапты оқыдым, мына киноны көрдім деп екеуін бірге қосып талқыласақ талқылайтын шығармыз. Сонда мүмкін қызық болатын шығар. Так, я отключаю свою презентацию. Айтпасам болмайды деген 2-3 адам. Қол көтерсеңіздер, сіздерге сұрақ берейін. Мен мына жерден көрейін шыққаны, менде Инстаграмды тыңдап отқандар бар ма екен?
Өгей әкесіне кей кезде жаным ашыды. Да, Гүлнұр ханым, это тоже мальчик, у которого не было балалық шақ. Ағасы қайтқан кездегі мылқау сценасы да баланың сезімін үнсіз тұншықтырылып мылқау болып қалған секілді болды. Да, получается, у меня Гүлнұр активно тут пишет, а остальные все пока только слушают. Да, конечно, семейный диалог, семейный полилог должен быть обязательно. Ал, онда зумда сөз алушылар болмаса, бар екен. Жанат, пожалуйста. Ну, Анна ханым, я думаю, вот все слушатели, біз айтып жатырмыз ғой, біз сезімдерімізді айтпаймыз деп, да, если мы американские фильмы смотрим, там же говорят все время, что с тобой случилось, что ты чувствуешь, тебе больно, да, ты упал, тебе больно, даже анекдот же такой есть, да, қазақтың баласы құласа, қазақтарда өл, осы жерде қатағал, да, осылар айтады тағы бірдеме, американцы говорят, да, ой, о май год, что как тебе больно, оказывается, деп, то есть это анекдот из жизни, реально сондай, бізде сондай болды ғой енді, да. И я хочу сказать, что вот почему вот айтып жатсыз ғой, терапию обязательно, потому что пока адам өзінің сезімдерімен таныспаса, ол басқа адамның сезімдерін біле алмайды. То, что вокруг нас происходит, вот ко мне приходят, они говорят, вот мой ребенок там не понимает. Я говорю, а вы понимаете, что с ним происходит? Она говорит, я говорю, а что с вами происходит? Она говорит, у нас все нормально. То есть, когда родители не знают свои чувства, өзінің сезімдерін, бір эмоцияларын білмесе, то откуда мы будем знать эмоции своих детей и окружающих? Вот с себя начинать опять-таки. Вот қазақпыз дейміз ғой, но өзімізден бастамасақ, қазақтар реально мәдениетімізді көтермесек, да, өзіміздің мәдениетімізді көтермесек, өзіміздің что мы хотим білмесек, жылайтын кезде жыламасақ, күлетін жерде күлмесек, то есть вот это вот чувство, это только с себя начинать. Поэтому, если хотят реально, то только в терапию, поднимать свою культуру только, а больше никак. Да, парная терапия, семейная терапия, много Да, терапий. обязательно. Пожалуйста. Рахмет. Анна ханым, бұл неде? Бұл фильмде жалпы Ақберен Елгезек өзінің өмірін көрсеткен екен, негізі. Бұны 2 жыл бұрын мен осы несін оқығам, репортажын оқығам, бір интервьюін. Сол кезде ол өзінің анасынан, анам маған өте осындай махаббат ала алмадым деген бір интервьюін, осыдан 2 жыл бұрын кино шықпай тұрып оқығам мен. И мен бүгін ол фильмді көрген кезде, мен баланың сезімдерімен кәдімгідей бетпе-бет кездескендей болдым. Өйткені маған уже таныс ол нәрсе, бұл историяны мен оқығам 2 жыл бұрын интервьюдан. И сонда қарап отырмын, бұл нағыз Ақбереннің өзінің өмірі. Сонда кейіннен анам қартайған кезде мен анамнан кешірім сұрадым. Ну, бір-бірімізді как-то мен ұзақ уақыт кешіре алмадым деп сөйтті. Анамды ұзақ уақыт кешіре алмадым, ұзақ уақыт жүрдім. Ана Дина деген қыз қазір өзінің әйелі ол. Дина Елгезек. Сол кезде біз осының алдында 2 күн бұрын сын деген фильмді көргенбіз. И мына фильмді көріп, екеуіндегі баланың тұншыққан сезімдері. Хорошо, что жаңа мына балада жаңағы өзін, бұл журналист қой, енді бұл ақын журналист, жаңағы өзін несін шығара алды. Ал ана бала шығара алмай күйзеліп кетті. Сонда біз адамның өмірін оп-оңай сындыра салуға біз, сонда айналамызда да біз байқамауымыз мүмкін. Не только ол бала болуы мүмкін, ол әріптесіміз болуы мүмкін, көршіміз болуы мүмкін, танысымыз, досымыз деген сияқты. И сонда біз адамдардың көзінен сол мұңды оқуымыз керек деп ойлаймын да. Неге ол мұңданып жүр, неге ол сөйлеспейді, неге ол, соны біз сұрауымыз керек. Жарайды, мен тимесем, сен тиме деп жүре бермеуіміз керек. Әрбір адамның жүрегінде сондай бір нәрсе болу керек, бір сезім деген дедім де. Тіпті әріптесіміз болса да жұмыстағы. Неге сенің көңіл күйің жоқ бүгін? Сен бүгін міне 1 апта болды, сен что-то пәс болып жүр ғой көңілің деп. Соны біз сұрауымыз керек. Өйткені біз сол адамның өмірін мүмкін сақтап қалуға титтей болса да біз қолғабыс тигізе алармыз деген. Это профилактика суицида. Айжан, пожалуйста. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар. 2 қазақтың бірін отырып қойсақ, бірін емес, екеуінің де басынан өтіп жатқан оқиға ғой, негізі болмаған балалықта. Осы совет үкіметі болсын, қазіргі заман болсын, айырмашылығы жоқ, сондықтан да өте өкінішті көріп отырып тұншығып жыладым, айқайлап жыламасам да. Бірақ енді тек қана біздің арқасында, сіздің арқаңызда жаймен осы реттеп келеді ғой қазақ қоғамы. Басқа алмай-ақ қояйын. Қазақ қоғамы осы тек қана біздің арқасында, сіздің арқаңызда әйтеуір бір адам болып кетеміз деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Жанерке, сонымен аяқтаймыз. Жаңа Анна ханым, тереңінен талқылап бергеніңізге үлкен рахмет. Біз негізі алдында осы фильмді талқылаған болатынбыз, бірақ дәл осындай қатты терең болған жоқ та. Содан кейін жаңа осындай болмаған балалық шақ болмау үшін біз алдымен өзімізді емдеуіміз керек, өзіміздің жан жарамызды түсініп,
өзіміздің эмоциямызды түсінуіміз керек деп жатырсыз ғой. Ол енді шынымен де рас екен. Кәдімгі өзімнің практикамда анау үлкен балаларымды түсінбегенмін онша, кішкентай кезінде көп ауыратын тұғын. Сөйтіп ана кішкентайым ана жылайды ғой, мен неге машинаға мінуім керек деп неше түрлі. Сосын мен ана былай қалжыңдаймын. Осы психологияны оқып алып бәле болды бар ғой. Баяғыда психологияны оқымаған Жанерке болсам, үйге апарып жылатып кіргізіп қояды. Мына психологияны оқып алғаннан кейін мынау мен шамалы 1 сағат уақытымды кетіріп, тамақтың астын өшіріп сөйлесуге тура келеді деп. Но зато қазір ол 3,5 жаста мен қызым, иә. Бірақ өзінің эмоциясын жақсы айтады. Сен еще азанғы уақытта қалай тұрғызу керек, не кию керек, оны қалай дайындау керек садикке, соған дейін кәдімгі өзінің ойын, қалауын барлығын жеткізіп отырады. Жаңағыдай біз айналамыздағы адамдарды түсіну үшін шынымен өзімізді түсінуіміз керек екен. Бұл сонда Сізге болып тұр ғой. Маған ұқсап, жақсы ана болыңдар, психологиялық сауатты ана болыңдар деп үйретіп тұрсыз. Рахмет, үлгіңізге рахмет. Сосын жаңа кинодағы актерлар да негізі өз рөлдерін, мен негізі біраз киноларға бардым, бірақ именно осы киноға барған кезде мен байқағаным, басқа кинолармен енді салыстырмалы түрде де алып қараған кезде, жаңа шынайы эмоцияны камераға, видеоға осылай бере алды, эмоцияны шынайы түрде бере алды. Бірақ жаңағы соңғы жағындағы тройной хэппи-энд бар ғой, сол жағы негізі былай салыстырмалы түрде де қарап отырған кезде адамның миына да қонбайды, и кинода да ол шынайы емес сезім екені көрініп тұрды. Окей, рахмет сізге. Ұлболсын, давайте тогда вам, и все, на этом завершаем. Ұлболсын, быстренько, пожалуйста. Саламатсыздар ма? Бұл киноны мен киносын көрмей тұрып, театрға бара алмай тұрып, қатылап жаңағы үзінділерін қатты көргім келді. Аудио кітабын бірден мен тыңдап шықтым. Ол кезде де бір несіне мән бермедім. Аудио кітапта, сосын кинода толықтай ашылғандай болды. Мен осы кинода ең қатты разы болғаным Орынғали деген ағасы бар ғой. Сондай ағалар көп болса екен деп. Сосын мен ойладым, ол кісінің сыры неде екен? Мысалы, мен ойладым да, оның туған қаны тек қана өзінің қамын ғана жемей, жан-жағында бауырларын соларды іздеді деп ойлағанмын. Кинода сосын сөйтсе, оның атасы, оның өгей әкесі екені айтылып жатыр ғой кинода. Мен сонда қалай ол қаны болмай, қалай сонда оның анандай берілген тәлім тәрбие әсер ете ма осындай адам болуға деп, осындай адамдар көп болса екен деп ше, солай ойладым. Орынғали ағасына өте разы болдым. Өзінің ғана қайғысын жемей, басқа нелерді де іздеп, жағдайлар қалай болып жүрген деген сияқты. Рахмет сізге. Всем всего доброго. Я надеюсь, что в соцсетях каждый из вас напишет что-то по фильму. Пожалуйста, обязательно психоаналитические комментарии. Мамаларды, папаларды психоаналитик кабинетіне жіберіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.